Сәлем, бүгін Алиманың мектебінде тапсырма берілген екен. Жол жүру ережелерін салу. Алимада идея бар. Айта қойшы, қандай қылып саласың? Далада сияқты қылып саламын. Бұл бізде жол, көше. Я, негізі біздің даламыз жоғардан түспейді, кескене алдына. Сол үшін алдынан болған кезде осындай ұзын қылып істеп қоймаңдар. Мына жақта қысқа қылып солай түсетін болады. Енді біз түп-түзу сызықша саламыз. Осындай. Одан кейін біз карандашпен, фломастермен дұрыстап аламыз. Сендерге краскамен ұнаса, краскамен сала беріңдер. Бізге керек мына жақта осындай. Адам жүреді. Бұл бізде пешеходты саламыз. Сыртынан төрт бұрышпен қоршаймыз. Ол бізде көк таңба болады. Тамаша. Енді мына жаққа адамды саламыз. Жүріп бара жатқан адам салмайды. Осындай қандай адам саласыңдар, қандай адамды сала беріңдер. Мына жақтан машина ма, автобус болып тұра берсін. Енді көреміз мына жақта. Мына жақта болады жол. Жолды қазір біз істейміз. Мына жақта тас болады, міне. Мына жақта болады тас. Осындай тастар. Көшеде бар болуы мүмкін сондай тастар, қоятын жол сияқты шығып кетпесін адамдар деп түсіну үшін. Мына жерде бізде зебрамыз болады, себебі таңбамыз көрсетіп тұр мына жолға. Адам кетіп бара жатыр осы жолға. Адамдардың жүруіне арналған жаяу жүргіншілер жолы бар. Немесе былай істейміз. Біздің жолымыз былай бітіп тұр ғой. Осыны былай қоса салсам болады. Артықтарын алып тастаймыз. Міне. Енді бізге шөптер бар ғой. Шөптерін көшедегі жолды саламыз мына жақта. Адамдар жүретін. Дұрыс шықпай қалса түзеп қойсаңдар болады. Тротуар ол, адамдар жаяу жүретін орындар арналған. Міне, бұл кішкентай, себебі фото деген бүйтіп тұр алдыға. Сол үшін біз сөйтіп саламыз. Екі сызықша.